Быйыл магистратура мен докторантураға түсу талаптары өзгерді. Енді талапкерлерге грант бірыңғай емтиханның қорытындысы бойынша бөлінетін болды. Осы орайда магистратураға түскен студенттерге гранттар әділ бөліну керек. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Адалдық департаментінің басшысы Данияр Сәбіров мәлімдеді. Бейне байланыс арқылы өткен жиында ұлттық бірыңғай тестілеудің ашықтылығы және техникалық және кәсіптік білім беретін колледждерде қажетті деген мамандықтарға гранттың дұрыс бөлінуі талқыланды. Енді гранттардың әділ бөліну мен емтихандардың ашық өтуін арнайы бақылау тобы тексеретін болады. Наши члены специальной мониторинговой группы. Біздің арнайы бақылау тобының мүшелері емтихан тапсыратын күні бақылау жүргізеді. Студенттердің және оқытушылардың жұмыстарын әділ және адал жүргізілуін қадағалаймыз. Сонымен қатар телефон және қосымша ақпарат қағаздарының болмауын қараймыз. Біздің басты мақсатымыз гранттардың әділ және дұрыс берілуін бақылау. Добропорядочное отношение студентов